Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Каналға жазылып, қолдап коммент жазуларыңызды күтемін. Алда көптеген видеолар болады. Бүгін «Замерзшие» фильміне қысқаша шолу жасайтын боламын. Үш шаңғышы бірнеше күн бойы тауда қалып қойып, салқыннан, аштықтан және қасқыр үйірінен зардап шегеді. Фильм әдемі тау табиғатымен және де аспалы көтергіштермен басталады. Шаңғышылар тобыры көңілді күймен жоғары қарай көтеріліп бара жатыр. Олардың арасында мына үштік өте жақын достар. Паркер деген қыз, оның жігіті Дэн және оның досы Джо, олар сноубордпен сырғанауды жоспарлайды. Жастар тауға арзанырақ бағамен көтерілгісі келеді, бірақ бұл ережеге қарсы. Джо өзінің танысымен келісемін деп күтіп еді, бірақ оның орнын қабағын түйген үлкен жігіт ауыстырды. Жігіттер жағы Паркерден оны қыз қылығымен көндіруді сұрайды. Қыз дипломатикалық жұмыстармен айналысып жатқанда, жігіттер жағы Дэн мен Паркердің романтикалық қарым-қатынасы үшін бірге араласуды тоқтатқаны туралы дауласып қала жаздады. Ал Паркер болса бұл уақытта арзан бағамен көтерілуді келістірген еді. Жастар аспалы көтергіштерге отырып, ғажайып механизммен баяу көтеріледі. Жол бойында олар қарым-қатынастың ауыртпалығы, темекі шегудің зияны және тағы да басқа тақырыптарда әңгімелеседі. Кенеттен көтергіш орындығының қозғалысы қатып қалады. Джо қорқып қалған Паркерді жұбатады, бірақ көп ұзамай көтерілу қайта басталады. Шыңға жеткеннен кейін олар түсуге дайындалады. Джо бейтаныс қызға жабдықпен көмектеседі. Ол сол үшін қыздың қызғаншақ жігітімен төбелесіп қала жаздайды. Үштік баяу және іш пыстырарлық түсуді бастайды. Баяу өйткені Паркер тек сноубордты енді ғана үйренген еді. Ал Джо үшін бұл іш пыстырарлық болатын. Кешке трассадан түсіп, бұл үштік кешкі ас кезінде келесі жолы қай тау шаңғысы курортына бару керектігін талқылайды. Паркер Джоның оның жігітіне еріп келгеніне риза емес екенін туралы айтып отырғанын естіп қалады. Жігіт өзін ақтауға тырысады, бірақ оған сенбейді. Бұл ыңғайсыздықты жеңілдету үшін олар тағы да бір рет тауға көтерілуді жоспарлайды. Жолда Джо күндіз көмектескен бейтаныс қызбен кездесіп қалады. Ол өзінің бұрынғы жігітінің мінез құлқы үшін кешірім сұрайды және телефон нөмірін қалдырады. Бұлар келген кезде жұмысшы көтергіштерді жауып жатады. Циклон жақындап келеді, әрі курорт демалушылардан үзіліс алу үшін бір апта демалу керек болатын. Жастар жұмысшыны соңғы түсу үшін көтерілуге рұқсат беруге әрең көндіреді. Алайда олар енді көтеріліп бастағанда жұмысшыны басшылық шақыртып алады. Ол әріптесінен ауыстыруды сұрайды, жоғарғы қабатта 3 турист бар екенін ескертеді. Басқа шаңғышыларды байқап, бұл олар туралы болды деп жаңағы әріптесі көтергіш қондырғыны өшіреді. Бұл уақытша кідіріс екен деп ойлап, бұрынғыдай Паркер мен оның достары тау сұлулығын жоғарыдан тамашалайды. Күтуден шаршаған олар көңіл күйді көтеру үшін жігіттер өлудің ең қорқынышты жолы туралы әңгімелесе бастайды. Бұл әңгіменің ішінен «Звездный воин» фильміндегі акуланың қолынан тірідей қаза тапқан ең қорқыныштысы болып көрінеді. Бұлар әңгімелесіп отырғанда біршама уақыт өтіп кетеді. Енді жолдағы шамдардың сөніп қалғанын байқайды. Бұл үштік бір кезде паника көтеріп бастайды. Биіктікте тұрып, олар жарықты неге сөндіргені туралы болжам жасай бастайды. Дэн төменге бірдеңе қылып түсуді ұсынады. Паркер жұмысшының курорттың бір аптаға жабылатынын еске түсіріп, демек оларды жақын арада таба алмайтынын айтып паника көтере бастайды. Қыз біреу естиді деген үмітпен көмекке шақырады, бірақ нәтиже жоқ. Тек тоңғаннан тітіркенеді. Нервтен Джо пайда жоқ екенін түсініп, биіктіктен зәр шығарудан гөрі сұлулық жоқ деген оймен қарды сары түске бояйды. Мұндай қарым-қатынасқа шыдамай табиғат анамызды ашуланып, қар борай бастайды. Түн болады, олар түнде де айғайлай бастайды, бірақ айнала үнсіз. Кенеттен қар жамылғысының арасынан машинаның фарын байқап қалады. Кенеттен қапталып қалған жастар жүргізушіге қуанышты айқаймен айқайлай бастайды. Бірақ машина оларға жетпей тоқтап қалады. Себебі оған рация мен базадан қайта оралуын сұрап хабарлап жатқан еді. Жүргізуші артқа бұрылып жатқанда туристер назар аудартуға тырысып, оған ең қажет заттарды лақтыра бастайды. Бірақ бұл әрекеттері сәтсіз еді. Алдары түн бұларды енді ешкім құтқармайтынын түсінеді.
Джо әңгімелесу арқылы көңіл күйді көтеруге тырысады. Дэн мұнда түні бойы қалуға шыдай алмайтынын түсініп, төмен секіруді ойластырады. Паркер оны бұлай істемеуге көндіреді, бірақ нәтижесіз болды. Дэн қорқасоқтап ақыры төменге түседі. Қатты салмақпен секіргеннен оның сүйектері сыртқа шығып кетеді. Ашық сынықтардан қан кетуді тоқтату үшін Паркер шарфты төменге қарай лақтырады. Ол ағаштардың бұтақтарына жабысып, діттеген жерге жетпей қалады. Сол кезде Джош өзінің орамалын лақтырады. Дэн оны алу үшін ауырсыну арқылы көп күш жұмсауы керек болды. Джо түнде келген қасқырлардан сақтану үшін трос кабельдерін тексеріп шығады. Мұзданудың салдарынан ол сырғып кетіп, Дэннің артынан төмен қарай түсіп кете жаздайды. Жоғарыда тұрып қалған мұздақтарды қағып жатқанда Джо сәтсіздікке тап болды. Кенеттен оған қасқыр бас салады. Жануарды жоғарыдан лақтырған сноуборд арқылы ұрып қорқыта бастайды. Джо тросқа көтеріліп, оның үстінен қолдарымен баяу қозғалады. Кенеттен ол артқа қайтып, өз орнына оралып, Паркерге төмен қарауға тыйым салады. Онда жарақат алған Дэннің айналасында қасқыр үйірі шеңберленіп тұр еді. Көп ойланбастан қасқыр үйірі жігітке асығып, оны бөлшектеп тастайды. Джо Паркерді жоғарыдан ұстап, оны төмен қарауға жол бермейді. Өлген жолдасын жоқтап, Паркер мен Джо шынымен де енді сөзге келісе бастайды. Олардың қайсысы болған оқиғаға көбірек кінәлі екенін анықтап ұрсысады. Дәлелдердің сандық және сапалық артықшылығы үшін Джо жеңімпаз болып табылады. Бірақ қыз бірден көз жасына ерік беріп жылай бастайды. Жылағаннан кейін жігіт оны құшақтап, жылытып жұбатты. Ашық аспандағы қараңғы түнді жалғастыра отырып, екі жұп әртүрлі нәрселерді талқылайды. Джо күндіз танысқан қызбен болашақ жоспарларын жасайды. Ал Паркер болса үйінде қараусыз қалған итін ойлап азаптанды. Джо оны тыныштандыра бастады. Көп ұзамай таңда атты. Күн тау бөктерінен әрең шығып, ал шаңғышылар болса темір отырғыштарға сүйеніп ұйықтап шығады. Оянған Паркер тұтқадан қолын алуға тырысады. Бірақ ол түнде қолғапсыз қалып қойып, қолы қатып қалады. Алақанды жұлып тартып алады, бірақ терісінің бір бөлігі қалып қояды. Бетіндегі үсік іздерін тексеріп болғаннан кейін туристер бүгін оларды міндетті түрде құтқарады деп ойлайды. Күндіз не дегенмен айнала жақсы көрінеді. Джо да көмек шақырып айқайлайды. Жастар құтқарудың жалғыз қолжетімді әдісін күтуді жалғастыруда. Джо ұйықтап жатқанда Паркер енді шыдай алмайтынын біліп шалбарына жар шығарып қояды. Енді кептеліп қалған екеу әңгімелесуден ләззат ала бастайды. Әңгіме Джоның неге тұрақты қызы жоқ екендігі туралы. Ол колледжде бірінші курста бір қыздың бұның жүрегін жаралап кеткен, яғни басқа біреумен кездесіп кеткені туралы айтады. Сонымен бұл қатынастары үзілген екен. Паркер олар құтқарылған кезде онымен кездесіп, болғанның бәрін талқылау керек дейді. Содан кейін әңгіме қайтыс болған Дэнни туралы естеліктерге жалғасады. Джо балалық шақтағы оқиғалармен бөліседі, өйткені олар балабақшада кездескен еді. Оларды құтқару үшін қаза тапқан досының бекер өлгенін қаламаған Джо жолды трос арқылы қайталауға бел буады. Ол қолындағы жаралардың ауырсынуын жеңіп көтеріліп жатқанда, көтергіштерді ұстап тұрған болттардың бірі ойықтан құлап кету қаупін тудырады. Ал төменде аш қасқырлар болса жемтігін күтіп отыр. Джо көрші отырғыштарға жетіп үлгерді. Бірақ оның қолдары болат тростармен кесіліп қанға боялған еді. Ал төменде болса қасқыр үйірлері жүр. Ол Паркерден отырғыштың шетіне бекітілген шаңғы таяқшасын лақтыруды сұрайды. Оны әрең алып қыз лақтырарын лақтырады. Бірақ ол діттеген жерге жетпей, шаңғы таяқшасы қарға түседі. Сонымен Джо қанға боялған қолдарымен трос арқылы жүріп столбаларға жетеді. Жігіт бағанаға жетеді және оған қанды дақтар қалдырып баспалдақпен төмен түседі. Ал ол жерде оны жыртқыштар күтіп тұр. Шаңғы таяқшасын ұстап алған Джо өзін сұр қасқырдан қорғауға мәжбүр. Ол арасынан біреуін ұрып үлгереді, бұл басқа қасқырларды қорқытады. Джо сноубордты ұстап алып және қызға қайтып оралуға уәде беріп, жол бойымен төмен қарай домалайды. Қасқырлар тобы олжасын жібергісі келмей ізіне түсіп қуды.
Паркер жігіттің трасса бойынан жеткен не жетпегенінен хабарсыз күйінде отырғышта жалғыз қалады. Қыз сарылып күтумен бұл түнді де өткізеді. Үшінші күні таңертең қыз сол күйінде оянады. Жан-жағына қарап отырып, ол қасқырларды да, құтқарушыларды да көрмейді. Айнала тек таулардың қарлы беткейлері еді. Ол жоғарыдан осылай отырып азап шекпеу үшін төменге секіретін уақыт келді деп шешеді. Қыз төменге ұмтылған кезде бекіткіш болт ұшып кетіп, орындық төмен қарай ұмтылады. Бақытына орай жерге жетпей қауіпсіздік тросы оны ұстап қалады. Онша биік емес, бірақ Паркер төмендеген биіктіктен қауіпсіз секіре алатындай жерге дейін тоқтаған еді. Сөйтіп тұрғанда трос үзіліп кетіп, орындықпен бірге құлап, Паркер аяғын ауыртып алады. Қысылып қалған етігін тартып алған қыз төмен қарай жорғалайды. Ішпен сырғанауды жалғастыра отырып, ол жолда Джоның қан іздері мен қалдықтарына тойған қасқырларды көреді. Жыртқыштардың бірі қызға ырылдап қарайды, бірақ тиіспейді, себебі тамақ жеткілікті еді. Бақытына орай қыздың аяқтары сынбаған еді. Көп ұзамай Паркер жолға жетеді. Көлік өтіп бара жатыр, бірақ жүргізуші оны қызыл курткасына қарамай қар құрсауында байқамайды. Қыз жол жиегіне жорғалап шығады, онда ол күшсіз құлайды. Келесі көлік оны байқап қалып, әрең отырғызады. Жүргізуші жәбірленушіні алып, оны ауруханаға жеткізеді. Шаршаған Паркер терезенің сыртындағы пейзажға қарайды. Қыздың көздері баяу жабылып бара жатыр. Ал жүргізушінің даусы өте жай-жай, талып естіледі. Егер ол осы қиындықтардың бәріне төтеп бере алса, онда ол міндетті түрде ауруханаға жетеді. Немесе жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз, көрермен?